Бірінші оның бері бар Қазақстанда, соны Чорка. Көрсетемін сіздерге видеода. Так, мен помидор кішкене езілген мына жерге шейін сол су қайнап картошкасы. Барлықтарыңа сәлем. Қош келдіңіздер мен каналыма. Мен сіздерге бүгін обед пісіріп көрсетемін. Бүгін пакистандық обед пісіремін. Аты алу матыр гаджыр деген. Сіздерге қазір көрсетемін, қандай заттар керек, қанша пісіру керек, өте оңай. Бұл заттардың бәрі Қазақстанда да табылады. Соны бір күні аптасына бір рет пісіріп жеп көрсеңіздер, дәмін көрсеңіздер болады. Бастаймыз. Міне бізде осындай газ көрсетемін сіздерге. Осындай газ. Қазақстанда плиткаға пісіріп әбден үйренгенбіз. Электрикалық бірінші уақытта кішкене қиынырақ болатын, одан кейін қазір үйрендік. Майын құямыз. Міне заттар, міне картошка. Осылай кесіп қойдым. Горох зеленый. Мынандай горохты тазалап, ішінен мынандай горохтар, жасыл горохтар шығады. Бізде Қазақстанда білмеймін мұндай бар ма, жоқ па, бірақ та банкадағы горохтар табылады. Міне морковка. Осылай төрт бұрыш қып кесеміз. И помидор. Үстінен міне мен чеснок теркадан өткіздім 5-6. И имбирь. Мынандай имбирь бар Қазақстанда, соны теркадан өткізесіз. И әрине пияз. Пиязды салып қуырамыз. Пакистанда күн өте ыстық болғандықтан етті өте аз жейді. Ет жейді, бірақ аз жейді. Көбісі осындай овощтарды қуырып, горох пісіріп, овощ пісіріп жеген жақсы көреді. Ет жесе көбінесе көп адамдар тауық жақсы көреді. Ет енді құрбан айтта сол кезде көп жейді. Қуырамыз, пока кішкене қызыл болғанша. Одан кейін міне помидор, чесноктарды саламыз. Айтпақшы, тамақтары өте ашты Пакистанда. Бірақ мен өзім көп ашты қоспаймын, аз қолданамын. Қазір сіздерге көрсетемін қандай заттар салатынымызды. Міне куркума бар. Мынандай куркуманы бір қасық қосамыз. Көп тамақтарға, әр тамаққа қолданса болады, өте полезно. Одан кейін помидор саламыз. Сосын кішкене қуырылғаннан кейін морковка мен горох, картошканы бірге саламыз. Сосын су құямыз көбірек қып. И суп сияқты болады ғой. Көрсетемін сіздерге, суп сияқты болады. И лепешкамен жейді. Сіздерге қазір лепешкада пісіріп көрсетемін. Сосын түде пісіріп дәмін көрсеңіздер болады. Қара бұрыш, қызыл бұрыш кім жақсы көреді, ашты сол кісілер көбірек қосса болады, бірақ біз аштыны онша жақсы көрмейміз. И азырақ қосамыз. Бір күні сіздерге пакистанский тауық пісіріп көрсетем, өте дәмді. Ашты, бірақ өте дәмді. Қазір Қазақстанда да көп индийский кафелер ашылды. Сол жерге бір күн барып тауығын жеп көрсеңіздер болады, өте дәмді. Енді кім ашты жақсы көреді, кім жай әшейін барып дәмін де көрсеңіздер болады, жақсы дәмді.
және бұл жерде күрішті өте көп жейді. Горох, күріш, тауықты өте көп жейді. Индия, Бангладеш, Пакистанның кухнялары, тамақтары 70-80% почти бірдей. Бізбен Қазақстан мен Қырғызстан, Россия сияқты, Россиядан мысалы көп тамақтарын бізде жейміз, білеміз. Сол сияқты бұл үш странаның да тамақтары бірдей. Ертең сіздерге пакистанский завтрак не жейміз, қалай жейміз көрсетемін сіздерге видеода. Так, міне енді помидор кішкене езілгенше қуырамыз. Езілгеннен кейін прям қаша болып араласып кетеді. Сол кезде уже басқа үш жана картошка нелерді қосамыз. Еще томат қосамыз. Кішкене езілгенше уақыт керек. Айтпақшы, және пакистандықтар чайды бүйтіп кастрөлге пісіріп ішеді, қайнатып. Біз сияқты андай заварочный чайниктер қолданбайды. Өстіп қайнатып, сүт, бәрін су, сүт және заварканы қосып, үшеуін араластырып қайнатады. Одан кейін жаңағы кішкене қант қосып, и солай пісіріп ішеді. Оны да бір видеода көрсетемін сіздерге. Бірақ чайлары өте дәмді, особенно специялары мен чайлары бар, сол өте дәмді. Ол чайға имбирь да қосады, имбирь, кардамон, по-моему, егер не ошибаюсь, сондай бір ағаш бар, сол ағашты қосып қайнатады, и өте дәмді. Кішкене су құямыз. Енді кішкене уақыт керек қуырылғанша. Так, мен мыналарды қосамын. Бірге қуырылсын, сосын су құямыз. Бәрін қосып. Қазір піскенде сіздерге көрсетемін. Қазір тағы чуть-чуть қуырылады, одан кейін су құямын мына жерге шейін. Сол су қайнап, картошкасы піскен кезде уже пісті деп ойлай береміз. Қазір піскен кезде сіздерге тағы көрсетемін. Қазір өстіп қуырылсын, бетін жауып қоямыз. Кішкене медленный огоньда қоямыз.